Дана халық. Баяғыда айтып кеткен, қанағат қарын тойғызады деген. Қанағатсыздық жалғызатын сойғызады дейді. Қазір жастарымызда қанағатсыздық белең алған. Жұмыс істеп, пейнет қыл, қолыңа бір еңбекті егер, өзің бір мамандықты егелеп ал десеңіз, жастарымыз не деп ойлайды? Мен қазір бір жерге бара салсам, бір адам бір шимадан ақшаны лақтырып жіберсе дейді. Осылай тапқысы келеді да, андай пейнет қылайын, тәртіптейін, үнемдейін, адалдан табайын, сабырлық қылайын соның жолында, сол алған кәсібімнің ұстасы болайын. Жоқ, олай жоқ. Бірден осы ора берсем, табыла берсе дейді, ол табылмайды, сөйтеді үйінде жатады. Сосын жұмысқа айтасыз ғой, 40 мың теңгеге бір жұмыс бар еді, кім істейді десеңізше, мен істемеймін дейді, 40 мың теңгеге дейді. Сіздің 40 мың теңгеңіз бар ма десе, үйде жұмыс жоқ дейді. Бірақ жұмыс жоқ, бірақ ақша берем десең, жұмыс істемейді. Онда айтасыз ғой, оған саған 400 мың теңге жұмыс беретіндей, сен кімсің? Қолында дипломың бар ма? Мықты мамансың ба? Сондай бір, енді артыңнан ақшамен жүгіретіндей кімсің сен? Дәлелдесей бірінші өзіңді. Рас қой. Егер бір адам шынымен қолынан ұстасы болса, қолынан майы тамып тұрса ше, ол тұрған жерінен ақшасын табады. Мысалы, мынау көрші Өзбекстан. Халқының көпшілігі босып Ресейге, Қазақстанға кеп жұмыс істейді, дұрыс па? Дұрыс қой, бірақ егер білсеңіз, шын ұстасы кемейді. Шын ұстасы Өзбекстанға, Қазақстанға, басқа жерге кемейді. Ол өзінің еліне мырық болып жатыр. Өйткені ол ұста. Ол өзінің ісінің маманы. Ол жұрттың бәрі босып, елін бағамай жүрсе, ол өз-өзін баға алады. Неге? Өйткені ол бір кәсіпті егеледі, сол кәсіптің ұстасы ол. Ол қайда болса да сол кәсіпті істесе, нанын тауып кете береді. Басқа жаққа шығып әуре болмайды. Бірақ несібе ғой әркімде әрқалай. Мен айтпаймын. Жаңағыдегі не дейді? Байларды жақтап атқан жоқпын, сондай ұсталарды. Немесе ақшасы жоқ, дым істемей жат. Жоқ, шаман келгенше әрекет ет, бейшара болма деймін, тек қана сол. Бірақ егер әрекет еткенде де еш нәрсе болмаса, қанағат деген байлық бар, сабырлық деген бар, ақыл деген жәрдемшің бар. Соның бәрін іске қосып, сабырлықпенен, қанағаттылықпен байыптап, амал қыл. Абай атамыз айтады, ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға дейді. Апырақтама, тапырақтама, ақырын жүр, ойлан, анықпас. Еңбегің ешқашан далаға кетпейді.